Сәлем достар, мен бүгін сіздерге Гай Ричидің «Уәдеге серт» фильмі жайлы киношолу жасайтын боламын. Ең қызықты фильмдердің киношолуын тыңдау үшін менің арнама тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер. Ал достар, кеттік. Бұл фильм өмірде болып өткен жағдайларға байланысты. Ол Америка тарапынан түсірілген 2018 жылы март айы болатын. Ол Америка армиясы өтіп жатқан барша ауған адамдарын өз шекарасынан тоқтатып, олардың бомбалар, қарулар бар жоғын анықтап тексеріп алатын еді. Себебі талибандардың базары көбейіп, олар халыққа өз әсерін тигізіп жатқан еді. Оларды ұстап, базарларын жоқ қылу керек болатын. Олар шекарада тексеру барысында бір күні күдікті машинадағы бомбаны жарып жібереді. Сол кезде америкалық бір тілші жігіт сарбаз мерт болады. Багран базасы. Команда капитаны талибандарға қарсы дайындап қойған армия қатарынан тілші сарбаздың мерт болуына байланысты жаңа сарбаз іздей бастайды. Сонда бір офицер өз сарбаздарынан денелі, сақалды жігітті ұсынады. Ол 4 тілді меңгерген болатын. Командир сарбазды сынау үшін оған түрлі сұрақтар қоя бастайды. Ол командирдің ойынан шығады. Оны командаға алады. Ауған жерінде олар рейдті бастайды. Бір ауғанның үйіне кіреміз деп келіседі. Барлығы қалыпты екенін айтып, олар барлығы шығып кетеді. Америка сарбаздары алыс жолға шығады. Қайдан іздеуді білмей, олар тамақтанады, пиво ішіп демалады. Сол жерде жаңадан командаға алған сарбазға есімі Ахмет командир бір сурет көрсетеді. Ол танитынын айтады. Суреттегі адамды Ахмет тауып береді. Оны қорқытып, талибандарды табуға көмектесуге күшейтеді. Есесіне ол ақша беруін, сосын бар шындықты айтуын талап етеді. Ол әлгі адамға сеніп, карта көрсеткен жолмен жүре бастайды. Бірақ Ахмет бұл адамның айтқан жолымен жүргісі келмейді. Ол барлық отрядқа тоқтау керектігін айтады. Сержант тоқтауға келіседі. Дрон арқылы барар жолды көруді бұйырады. Ол қалған солдаттарға тау басына шығып көруді сұрайды. Сол кезде Ахмет әлгі жол көрсетуші адамды ұрып құлатады және оны өлтірмек болады. Сержант оған барлығын доғар, оны өлтірем деп ескертеді. Кеш болады. Кешкі уақытта ол жанұясымен сөйлеседі. Ертеңіне олар жолға шығады. Олар жолда бір завод секілді құрылысқа кездеседі. Сонда олардың көрінісінен күдіктенген америкалықтар аралап шығуға келіседі. Олар құрылыстың артқы жағына кішкене үйде талибандар болады, қаншама құралдар табады. Талибандарды атып өлтіреді, себебі олар сөзге түсінбейтін болатын. Олар ауадан күш сұрайды, бірақ бірден атыс басталады. Солдаттардан біреуіне оқ тиеді, ол мерт болады. Оларға ауадан күш келуі кешігеді. Талибандар айналаны қаптап кетеді. Солдаттар жан сақтау үшін қаша бастайды. Ахмет пен сержант қана қашып олармен күресіп жан сақтайды. Қалған сарбаздар мерт болады. Сол кезде сержант олардың қарулы базасына бомба қойған болады. Сол жарылып кетеді. Талибанға ұсталмай амалдап қашқан екі сарбаз барша талибандардың ашуына тиеді. Оларды тірі әкелгендерге үлкен ақша уәде етеді. Ертеңіне олар қайта тау бойлап қаша бастайды. Олар таудан сырғанап түсу керек, басқа жол жоқ екенін түсінеді. Қаптаған талибандар айналасында іздеп жүреді. Оларды байқамай атыс басталады. Олар жолда бір үйшікке кезігеді. Сол жерде түнеп қалуды жоспарлайды. Талибандардың сол маңайда екенін рациядан біледі. Олардың рациясы алып алған болады. Сержантты ұстап алады, ал Ахмет тығылып қалады. Сержантты талибандар өлтірмек болғанда Ахмет пайда болады да оларды атып тастайды. Оны құтқарып алып қалады. Ахмет жолмен емес, тау-тас аралап сержантты алып кетеді. Себебі жолда қаптаған дұшпандар болатын. 3-4 күн жол жүреді. Олар машина сатып алады. Жолмен жүріп бара жатқанда алдынан 4 талибан кездеседі. Олар бұзылғанын айтып мініп алады, бірақ олар америкалықтарды байқамайды. Ахмет жолда ауғандарды
кезіктіреді. Олардан шөп-дәрі және арба алады. Сержантты арбамен әкетеді. Олар жолда су алмақ болғанда талибандар келіп оларды су алмақ болады. Талибандарды көрген Ахмет күдіктене қараған бір талибанға атып екіншісін қылқындырады. Осылайша жандарын тағы да сақтап қалады. Сол кезде Америка военный бригадасы келеді. Оларды құтқарып алады. 4 аптадан соң сержант есін жинайды. Ол болып өткен оқиғаларды мүлде есіне ала алмайды. Арадан уақыт өтеді. Сержант бірте-бірте бәрін есіне түсіреді. Ахметке виза жасау үшін ол барын салады. 30 күн әрекет жасайды. Ахметке досы ақыл айтып, басқа есіммен Ауғанстанға бару жолын айтады. Талибандар Ахметті іздеуден тоқтамаған еді. Ахметтің досы сырттан оған телефон соғып, сырттағы жағдайды айтып тұрады. Досының көмегімен олар қашып құтылады. Сержант Ауғанстанға қайта баруға бел буды. Әйелі оған балаларын үшін қайта оралуды сұрайды. Военный база барып олар жоспар құрады. Алдымен Ахметтің ағасын тауып кездеседі. Ағасы оларға Ахметпен кездесудің басқа жолын айтып, басқа көлік дайындап қойғанын айтады. Барлығын түсіндіріп жолға аттандырады. Олар талибандардың кеденіне келеді де ол жерден сәтті өтеді. Жолын жалғастырады. Жолда тағы да талибандар кеденіне тап болады. Олар барлығын тексереді. Сонда сержант оларға басқа амал жоқ екенін түсіндіріп, оларды атып тастайды. Шетте қалған талибан бастығына хабарлайды.